Алихан Бөкейханның немересі Петр Бөкейханов қазақтар туралы, Қазақстан деген елдің бар екенін білгенде таң қалдым. Сіз неге біз осындай қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтарын білмейміз әлі күнге дейін? Білсек те, ол кісілердің ұрпақтары негізі сіз сияқты ағартушылық жолына түсу керек пе еді, солай ата бабасын танып қалай өмір сүру керек еді? Енді олардың бір не жері бар. Мынау алаш қайраткерлердің көбісі әйелді орыстан алған, өзге ұлттан алған. Мұстафа Шоқай да сөйткен. Алиханның балдары поп жүде бестедім ғой, поп дедім. Орыс болып кеткен. Енді орыс деп те айтпайық. Басқа ұлттың балдары біздің қазақы дәстүрде мүлде қол үзіп кеткен. Сол жаңағы кезінде 30-шы жылдар сондай бір дәстүр болған. Қазақ әйелдерін тастап орысқа үйленген, татарға үйленген. Осы жерде Майя Бекбаеваны білетін шығарсыз, айта кеткім келіп отыр. Журналист Мұхтар Түменбай жақында дау туды ғой. Майя Бекбаева айтты, осындай алашордалықтар қазақтар арасынан өздеріне тең таппағандықтан орыс әйелдеріне үйленді. Не конкурентоспособные деп айтты. Сосын Мұхтар Түменбай жауап берді. Алашордалықтардың орыс әйелдеріне үйленуін осы кеңес үкіметі ұлтшылдар қойнына әдейі шпионды салып берді деген сияқты. Жоқ, ондай емес қой. Менің естуімше, мен Жүсіпбек кім еді фамилиясы, Арыстанов деген Егеменнің редакторы болған, сол кісімен қартайған шағында дейін байланысып тұрдым. Әйелі өзбек болады. Сонда айтады, жас кезімізде қазақтың ауылда келген қыздарын дейді, онша тазалықтары нашарлау болатын дейді. Кейде бастарында бит өріп жүретін дейді. Солардың қасында татардың қыздары әтірсеуі болған, еті болған татардың қыздарын көргенде оқ деп жаңағы көп нелер сол татарға, өзбекке, басқа ұлттың орыстарға үйленген. Бір жағынан ортасы шығар, олардың жүрген ортасында араласады ғой. Сөйтіп та үйленген, әркім әртүрлі ғой енді. Бірақ жаңағыдай ол совет идеологиясы итеріп салды деген ол шындыққа сәйкес келмейді. Әркімнің жүрек қалауымен болатын нәрсе ғой. Бұл кісілер енді солай ұлт зиялылары қазақ деп жүрегі соға тұрып орыстарға үйленді, балаларының аттарын Елизавета деп қойды. Қайсы еді? Біреу қойған еді Елизавета деп. Жаңағы Мұстафа Шоқай айтпақшы, баланы қандай тілде сөйлетсең, сол ұлтқа қызмет етеді дейді ғой. Қазір сол ұлт зиялыларының ұрпақтары мысалы орыстарға қызмет етіп жүр. Шоқайдың өзі де енді осындай тұлға бола тұрып ұрпақсыз қалғанбыз. Басқаша да ойлауға болатын еді ғой. Заман сондай болды, саясат сондай болды. Бұлар мен бір нәрсе осы жерден айтып кетейінші, менің көкейіме қонбайтын бір сөз бар. Елден кететін кезде Мұстафа 18 жылдар кетті ғой, бірлікті Қоқан автономиясы қалай күл талқан болды, солай қашып кеткен. Оны Ақмешітте біреулер танып қойып, ұстап алып, бәрін хикаясын баяндап жазады ғой. Соны айтады біреулер, Алихан Бөкейхановтың ақылымен қашты дейді. Адам болсын, аң болсын, инстинкт деген болады ғой, самосохранение. Адам өзін өзі сақтау. Ол біреудің ақылымен қашпайды ғой. Ақыл бар адам алдымен өзі қашады. Содан кейін бар басқаларға айтады, қашыңдар, қауіп төніп тұр деп. Мұстафа Шоқайды біреулер Мұстафа Шоқай мықты, Алиханнан биік деген сияқты, немесе Алихан Шоқайдан биік деп осындай пікірлерді айтады. Фейсбукта да жазылып жүр. Үйтіп тұлғаларды бір-бірімен салыстыруға да болмайды. Әрқайсының өз деңгейі бар, өзінің саласы бар. Тұлғалар қайтыс болғаннан кейін бір-бірін қаралау, бір-бірінің артынан сөз айту. Әсіресе Мұхтар Мағауин өзінің сұхбатында айта кетті, кезінде жер сатуға қатысқан Фариза Оңғарсынова, Шерхан Нұртаза болды деп, осылай көзі кеткен адамдарды қаралау жазушылар арасында қаншалықты дұрыс? Меніңше, ерте ме кеш пе шындық естілу керек. Мағауиндікі бұл жерде айтып тұрғаны, ол шындықты айтып тұр. Ол ана ұят болады енді, көз көрген. Біз қайтыс болып кеткен адамдардың бәрін талайын жамандап жатырмыз. Жоқ, өзі көзі кеткен кезде емес, өзі бар кезде неге ашық алаңда талқыланбады ол? Енді сөздің айтылатын кезде солай болған шығар. Онда тұрған ештеңе жоқ деймін, ол шындық бәрібір айтылу керек. Қазірде Назарбаев кеткеннен кейін ғана барлық шындықты айта бастады, неге Назарбаев кезінде айтпады деген сияқты сауалдар туады. Әлде де айта алмай отырмыз ғой. Айтып жүргендер көп. Әлде де айта алмай отырмыз ғой.
Ол қазақ айтады ғой, жыланды үш кессең де әр бөлігінің кесірткелік қауқары бар дейді.